Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Әсем. Да, наконец-то я тут сіздерге видео түсіріп жатырмын, және де бәріңізді өтіп кеткен 8 наурыздарыңызбен құттықтаймын. Короче, ребята, мен наконец-то келдім. Мен ол ютубта примерно 3 апта болған жоқпын, месяц болған жоқпын. Да, простите меня, пожалуйста. Простите. Енді бұнда ешқашан қайталанбайды деген уәде беремін. Және де менің артқы фоныма қарамаңыздар, потому что освещение только өшекте нормально, потому что қазір далада жаңбыр жауайын деп ужасно болып тұр. И осы комнатаға және де ваннаға жақсы свет түсіп тұр. Ваннада отырғанша лучше в кухняда отырайық та. Короче, мен деген 3 апта бойы видео түсірген жоқпын. Өзінің себептері бар. Вот, енді когда біз демалысқа шықтық, досрочный каникулға шыққаннан кейін енді бір ай демаламыз, сол бір айда видео салайын десем, бізді просто далаға шығармайды, далаға жібермейді, типа коронавирус, короче, вот. Маған очень коронавирус бар ғой, надоело, потому что из-за коронавируса біз деген көп уақыт бойы дайындалып жүрген биімізге бармадық. Еще бізде ерте каникулға шығарып жіберді. Еще бүткіл бұжыблардың бәрін біз деген 1-2 күнде жазып беруіміз керек болды. Это просто невозможно ғой. И бір айда демаламыз. Вот это бүткіл звуктар именно мен видео түсіретін кезде шығу керек. Еще бізде ерте каникулға шығарып жіберді. Бір ай демаламыз, білмеймін. Осы бір айдың ішінде зато мен сіздерге видео түсіремін, но видеолардың бәрі домашний, осындай разговорный видеолар болады. Бірақ та бұл видео разговорный емес. Мен қандай видео түсіремін білмеймін. Разговорный үйде отырып тұратын қандай видео түсіруге болатынын жазып жіберіңіздерші. Ал қазірше ютубым құртылмау үшін менің недовлог, типа влог түсірген странный видеом бар. Соны салайын деп шештім. Вот. Бұл видеода ешқандай смысл жоқ. Так что я в школе. Присақ қазымды информатика. Астан төртінші. Ондайлар фотоаппарат емес. Енді Олар басқаша аталады. Бізде деген маған так не болады сөйлеме. блок қой. Біз дейтін, неден дейтін қалай? Бүткіл сабақтан бұзып жатып отыр. Сағаттан ужасно. Бірақ мына қыз деген боянып отыр. И мынау тоже. Күтіну керек қой дейсің бе? Не Что за күлкілер? Андай біздің бүткіл бұжыбы. Бір сабақта, Айна беруші, айна то беруші. есть бір күнде 20 бұжыбы. Айттым осыны ручка кетесің, өкпесін берді. Қалай көрдің? Әдем ма? Қалай? Әдем ма? Ну, пойдет, доска вот. Мен жоғардан кәдім беспі. Сонда жоғардан кәдім бағанда. Жоғарға қарады. Қалай жүрдің? Коронавирусқа қарсы маска киіп атқанымызды істеп отырмыз, короче. Что болады вроде? Вроде все нормально у нас. Біз ауыл жүргеніміз, қаласпен көрсеуіміз, маскадан тағып жүрміз. Вот, осы, мен настоящий айтпайды. Надо сыра, настоящий айтпаймыз, иә? Бұл блог, Әсемнің блогы. Әсем блогы. Вот, мой одноклассник. Мен жаңағына үйге келдім. Сіздер есіңізде ме? Осыдан бір ай бұрын мен сіздерге айттым ғой. Біз командамен фестивальға дайындалып жүрміз. Скоро фестиваль болады. И почти бүткіл күнімді студияда өткіземін дайындыққа деп. И знаете что? Фестивальға бармайтын болдық. Себебі ол Казанда, мен Қазақстанда тұрамын, ол Россия. И типа
Из-за коронавируса, короче, бізді жіберген жоқ. Обидно, потому что очень сильно обидно. Еще бүткіл ТЖ бүгін сіздерге мектепте ондай көп дым түсіре алған жоқпын, себебі бүткіл ТЖ мен БЖВ-ны бір күн жазу, это физически невозможно. Доброе утро. Бізде деген мен сабаққа бара жатырмын. Вот. Не хочу идти, но... Короче, суббота күні бізде сабақ болмайтын еді, но сабақ болып жатыр. Еще БЖВ жазамыз бүткіл сабақтардан. Еще мен өзімнің досыма да жазуым керек. Потому что одан сақы келмейді. Такие вот дела. Қазақстаннан 4 зараженный адам тапқан коронавируспен. Представляете? Мен тағы да дым түсірген жоқпын. Но біз деген бүткіл БЖВ жазсақ. Ақсода секрет жоқ. Данамын тіркеліңдер. Инстаграм. Жир просто. Bisa khawatir прикинь. Коронавирус чек энтен тоғыз. Энтен тоғыз, энтен алты. Жоғын да көрмешен. Диаметрді 6 тапсын болды ма? Алта ол бесеу еді. В общем, мен бизнес ашам. Болды. Я, ой. Сен бизнес ашпай Ашам. Сен ашты көрмеймін. Барасың, келесіңдер бәрін. Иә. Тихо. Сендерге деген уборщицалардың ақшалары көп болады. Тип көрмей. 200 төлеймін. Онда, Сен бүті доңға мекіне көшіп алдың. Сұрауат сапай, бірасың сен? Оны сен бағда. Үшеуі саған 300 мың төлеймін, саған 200 мың төлеймін. Почему маған? Потому что уборщица разы. Сен кім тамақ ішті пісіреді? Я буду рекламодателем. 400 мың, 600 мың, 900 мың, мынаған 20 мың жарайды. Вот это вот біздің сочтарымыз, мына біреудің свары и Сочи. То есть ТЖ басалот? Жоқ, Сочи екен. Я по идее сакс емеспін. Гоға түсірмеш, туристер болса, нервқа тиіп. Кетші бәрі, гоға! Мама,
Один день. 21 21 день. Отдыха. Вы тоже все устраиваетесь? Я не готова к жамбару. Пол души.